Масход поэмасы. Харун Рашид халифа заманында Бағдат қаласында Масход есімді жігіт өмір сүрді. Бір күні Масход жұмыс іздеп қаладан шығып, жол жөнекей келе жатыр еді. Бір ұры бас сап тонап жатқан жерде бір шалды кездестірді. Шалды ешкім құтқарайын демеді. Бір ерлік қылайын деп Масход шалды ұрылардан құтқарып алды. Шал келіп Масходқа: «Ей жігіт, өзің бір ер екенсің. Мені ажалдан сен айырдың. Маған қылған жақсылығыңды Алла өтесін», деп шал Масходты бір бұзылған тамға апарады. Ол тамда бір гүл тұр. Солқылдаған бірақ бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары. Осы гүлдердің ішінен біреуін таңдап ал дейді. Ағын жесең ақылды боласың, сарыны жесең бай дәулетті боласың. Қызыл жеміс жесең ұрғашыда жан болмас, сенен қашар дейді. Сонда Масход ойланып тұрып: ақ пен сары жемісті алмаймын деп, қызыл жемісті жейді. Шал тұрып: неге қызыл жеміс таңдадың? Деп сұрайды. Сонда бала: ақ жемісті жеп әділетсіз, ақылсыз, арсыздарды көре тұра, көңілде тыныштық тұрмас. Сары жемісті жеп бай болсам, жан біткеннің бәрі маған көзін тиер, дейді. Ал қызыл жемісті жесем, мені әйел сүйер, жан досым боп пайдасы тиер, деп жауап береді. Бұл шал бөтен емес, қыдыр еді. Баланың сөзіне, ақылына разы болған соң батасын берді. Сөйтіп шал жолға шығып кетеді. Бір күні қыдыр шал түсінде аян беріп: «Ей балам, бір күні жауын жауар. Сол жауынның суында кесапат бар. Ертерек таза мөлдір судан жиып ал. Ол судан ішкен адам 7 күн жынды болар. Содан соң 7 күн өткеннен соң оңалар», дейді. Бұл сөзді естіп Масход ханға барып жеткізеді. Ханды аңғарып, ертерек таза судан жиып алды. Келіскен күні жаңбыр жауды. Сол судан ішкен адамның бәрінің есі ауды. Тамақ жеу, ұйықтауды да ұмытты. Бәрі шулап бір күні ордаға келді. Хан мен уәзірді өлтірейік, екеуін де жынды екен деп, бұлардың сөзін естіп хан көрді. «Ойбай уәзір, не істейміз? Ақыл тап, қайттік», деді. «Бұлардан құтылатын амал жоқ енді, біз де ішпесек болмайды мына судан», деп екеуі жынды судан ішіп салды. Әйтеуір күндер өте жазылып есін жиды.